Еркебұлан Тоқтар өзбекстандық файтер Тимур Никулинді бірінші раундта алғашқы секундтарда жеңіп кетті. Мына жекпе-жекті негізі бүкіл қазақстандық жанкүйерлер күтті. Өзбекстандық жанкүйерлер күтті, көршілес елдердің жанкүйерлері күтті деп ойлаймын. Өте бір кәдімгі нағыз All Stars дейтіндей нағыз жұлдыздардың бір жекпе-жегі болды. Және Еркебұлан таңғалдырды. Еркебұлан ырза қылды. Сөз жоқ, Ташкентте Хумо аренада сол Өзбекстанның жұлдызын жеңіп, міне біздің жанкүйерлер керемет қуаныш сыйлады. Енді дәл осы Еркебұлан мен мынау Тимурдың арасындағы жекпе-жекті көріп, біраз тәнті болдым. Біраз нәрсеге бір таңғалдым, біраз нәрсеге ырза болдым. Соны айтпасқа болмайды, енді айту керек. Ерспорт YouTube арнасы, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер, жоғары шығыңыздар, төрге шығыңыздар. Біз осы жекпе-жек жайлы айтамыз. Кеттік. Erkebұланжан айланып кетей улайып. Бұл ерспорт ерсін еріппен, бұл ерспорт сіздермен бірге. Ерспорт YouTube арнасындағы барлық шығарылым Фон Тим достарымыздың көмегімен жүзеге асырылады. Ендеше Фон Тимнің әлеуметтік желідегі барлық парақшаларына тіркеліп алыңыздар. Еркебұлан қайдасың деген хит болып кетті қазір, кәдімгідей бар ғой. Енді бір емес бірнеше жаңағы жауынгерлер Еркебұланды шақырды жекпе-жекке. Енді бірақ мына жерде Никулинмен кәдімгі белгіленген All Stars Хумо арена Ташкентте кәдімгі бокс кеші өтті. Осы бокс кешінің басты жекпе-жегі біздің жерлесіміз Еркебұлан мен осы Никулин арасында өтті. Жекпе-жекке енді мынау тойдың болғанынан болат сызық деген тура осы жекпе-жекке байланысты айтылған ғой негізі. Екеуінің дайындығы, әсіресе біз өзіміздің жерлес болғаннан кейін Еркебұланның дайындығын, оның жаңағы инстаграмдағы стористарын кәдімгі қадағалап, кәдімгі бір екінші головкин келгендей болды негізі же. Енді бір асыра сілтедің дейтіндер де болады ғой қазір. Бірақ кәдімгі қызық болды маған осы жекпе-жек. Мен жалпы енді білесіз, футболдың адамымын. Боксты көп айта бермеймін, бірақ мына Еркебұланның осы шоуы жасаған осы жекпе-жегі маған ұнады. Дайындығы бәрі әдемі өтті. Енді көріп жүрміз. Осы жекпе-жек алдында Нұрбек пен Оралбай ағайынды Махмұттармен спарринг өткізіп дайындалып жүргенін көрдік. Өйткені бокс форматында өтті бұл. Сол үшін де Еркебұланға көп дайындық керек болды. Енді боксер емес, түсінікті MMA жауынгері. Әртіс деп мен өзімді әртістік өнерінде бағалаймын. Қателеспесем, жаңа қарап отырсам, бір 20 шақты киноға или одан да көп түсіп тастаған екен. Ал енді мынау жауынгерлік өнеріне келсем, өте мықты. Енді осыған дейін көріп жүрміз. Қателеспесем, сол 2020-да ғой деймін кәсіпқой бастаған, иә. Одан кейін енді оның алдында мен байқамадым, мүмкін қателесем. Сөйтіп енді дайындығын көрдік. Оның үстіне жаңағы түрлі Өзбекстанның түрлі мықтылары, енді ол мықты емес, тағы айтылмайсың, түрлі жаңағындай MMA файтерлері қайдасың деп ұсыныс тастады. Енді бәрін қабылдай беру де ол мүмкін емес нәрсе ғой. Сөйтіп Никулинмен жекпе-жекті кешкі сағат 8-ден бастап күттік. Негізі YouTube'тан кешкі сағат 8-ден бастап отырдық. Түрлі жекпе-жектер болды енді ол жерде бокс кеші болғаннан кейін. Ең бір қызығы Хумо аренаны қазақстандық жанкүйерлер толтырған екен. Жартысы болды ма, жартысынан көп болды ма, мен енді айта алмаймын қазір, бірақ өте мықты қолдау болды. Мен Хумо аренада болғам. Осыдан 2 жыл бұрын Ташкентте футзалдан әлем чемпионаты болған кезде мен Хумо аренада болдым. 12,5 мың жанкүйер сияды. Өте мықты спорт кешені, заманауи. Өзбек ағайындар өте әдемі салып тастаған екен. Бүкіл жағдай жасалған. Және сол кезде біздің Хумо аренада Қазақстан құрамасы да ойнаған, естеріңізде болса. Мен енді бұл жерде Еркебұлан айтып жатыр ғой, алаңдамаңыздар, бойға дейін барлығы жақсы, күтіп жатыр, тамақ беріп жатыр, сыйлап жатыр, жанкүйерлермен кездесіп жатыр. Сондықтан да мен бұл жерде қоса кететінім, сол біз әлем чемпионатына барған кезде де Өзбекстанда бізді өте мықты қарсы алған. Тіпті менде бір мынандай жағдай болған. Осындай футзалға келдік, Қазақстаннан келдік деп отырған кезде, счет төлейтін кезде керек емес, қазақ бауырлар ас болсын деп шарп салған. Бұл ұсақ түйек болуы мүмкін, бірақ бұл кәдімгі құрмет негізі. Сондықтан да мен көзбен көрген нәрсені айтып отырмын. Сол үшін де Еркебұланның сөзінің жаны бар. Иә, өте мықты қонақжай, күтіп алады, сыйластық танытады. Енді бұл спорт, бұл жекпе-жек, бұл жанкүйерлер мен жанкүйерлердің арасында қақтығыс емес, бұл
Тоқтар мен Еркебұлан мен Никулиннің арасындағы жекпе-жек. Сөйтіп зал толған, әсіресе осы екі жігіт шыққан кездегі кәдімгі Хум-арена шулап кетті. Еркебұлан бірінші Никулин шықты. Никулинді әдемі музыкамен шықты, қолдау өте керемет болды. Одан кейін Еркебұлан шықты, кәдімгі боксерский формамен киіп енді шыққан кезде мен көрдім, нағыз бір шоу болады ау деп. Қазір бір нәрсе жасайды, оның үстіне жекпе-жектен кейін оның трэш-ток дейді ғой, жаңа әдемі сөзін барлығын естігімге отырды, не айтады екен, қалай дайындалып келген екен деп. Міне бұл All Stars деген жұлдыздардың боксы осылай болу керек. Екеуі, енді мен мына жақта Никулиннің Өзбекстандағы жарнамасымен қалай болғанын айта алмаймын. Таза Қазақстанда Еркебұланның жарнамасы енді осы бойға жарнама өте мықты болды. Нағыз жанкүйермен жұмыс істей алатынын көрсетті. Нағыз еңбекқор жігіт. Аман тасыған журналистке сұхбат берген, полный тыңдап шықтым. Оның тиктокта нарезкалар да кеткен, арасында хейттар да бар екен. Негізі шынымен біз құрдас екенбіз, тәнті болдым, жақынырақ тани бастадым. Шынымен де өз-өзін көтерген, өз-өзін сондай деңгейге жеткізген жігіт екен, ырза болдым. Үлгі алатын жігіт болса, осы Еркебұланнан үлгі алатын бала болса, міне, пожалуйста, Еркебұландай жігіттен үлгі алу керек. Отбасын, қалай жұмысты бастаған, бірінші жекпе-жекке қанша алған, қалай еңбектеніп жатқан, әртістік өнермен мынау жауынгерлік өнерді қалай қатарап жатқанына мен ырза болдым. Енді бұл жерде хейтерлер, мынау арттан шұқитындар, ол любой жерден шығып кетеді ол сені. Сондықтан да осындай кезде бір-бірімізді қолдауымыз керек қой. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос қой. Рас. Мен кәдімгі комменттарды оқыған кезде сондай бір төмен деңгейде ойланатындар бар екеніне көзім жетті. Таңғалдым. Бірақ енді бұл жерде хейтерлар деген ойбай бір хейттар көп деп те айтпаймын, арасында бар екен. Бірақ дегенмен қазақ аудиториясы Еркебұланды мойындаған, Еркебұланды биікке көтере алатындай пікірде екеніне көзім жетті. Жарайсың, ырзамын. Әркім өз саласында мықты болу керек. Мен өзім комментатор саласында мықты болуға тырысам. Әртіс саласында мықты болуға тырысады. Мұнайшы мұнай саласында, экономист экономика саласында, футболшы футбол саласында деген сияқты ғой. Еркебұлан өзінің сол жауынгер ММА шебері ретінде өзін жақсы дамытып жатқан спортшы. Сондықтан да бұл жерде пікір жазғанның алдында да сәл бір ойланып барып жазғанда дұрыс шығар. Бірақ қолдаушылар көп екен, ырза болдым. Жаңағы Хум-аренаға анандай көрерменді жинауды оңай емес. Бір жылда, 2 жылда жинай алмайсың андай. Анаған үлкен еңбек керек. Сөйтіп Еркебұлан шықты, әдемі музыкамен шықты. Екеуі келді. Бір уақытта Қазақстан гимн ойнады. Ана бүкіл жиналған жігіттер хормен жанды дауыста айтты. Еркебұлан өзінің қалай айтып тұрғанын көрдім кәдімгі. Спортшы деген негізі бұл шоу жасайтын осындай бокс кештерінде емес, кәсіпқой деңгейде, әлем чемпионаты, олимпиадада осындай бізге керек. Жанкүйермен тығыз байланыста болған өте көрсетіп жатыр да үлгісін. Сол кезде бұл спортқа деген келушілер де көбейеді, жанкүйерлермен байланыс мықты болады, аудитория да мықты. Сондықтан да жайлап осыған келе жатырмыз біз. Еркебұлан шықты, гимн ойнады, жанды дауысты бәрі жанкүйерлер айтты, керемет. Және өзбекстандық жанкүйерлер енді ана жерде хабарлаушы айтты, енді Өзбекстан елінің әнұранын тыңдаймыз дегенде бір минуттай, 2 минуттай қосылмай қойды. Сонымен таңғалдым, ұйымдастырушылар кішкене бір ағаттық жіберді ғой деймін осы жерде. Неге бірден қоспады екен, сәл пауза болып қалды осы жерде. Енді Ташкентте өтіп жатқаннан кейін, білмеймін, любой кнопканы басып қалсаңыз гимн ойнау керек қой негізі. Бірақ сондай бір кішкене түсініспеушілік болып қалды. Енді ол аса бір қатты маңызды емес шығар, енді білмеймін. Сөйтіп әнұран ойнады, Никулин шықты, екеуі жекпе-жек басталды. Енді Никулин өзі мынау кулачкада өте мықты спортшы екенін білеміз. Мысалы қазір бұл жігіттің статистикасын айтып отырайық. Екеуінің айтпақшы, мынау салмақтары 77-де 5 бірдей екен. Бойлары 180 дейді, бірдей екен. Жастары 30-да 30 жаста екен, орда бұзатын жаста екен. Бірдей екен. Нағыз бір-бірінен кеп тұрған қарсыластар. Енді мына жерде біз Никулиннің несін айтайық, жаңа Тимур Никулиннің жетістігін айтайық. Бұл тәжірибелі боксшы дейді. Шабуылда өте мықты төбелеседі, қарсыласқа нық ауыр соққы жасай алады және жекпе-жек барысында тактиканы тез өзгерте алатын боксшы деп сипаттаған екен.
Сосын бұл жаңағыдай қоян қолтық ұрыс дедік қой, жаңағы жекпе-жекте 20 жеңісі бар. Мына бокс стилінде бір рет қана жеңілген ғой деймін, қателеспесем. Бокстасу мәнерінде. Ал жалпы тәжірибесі мол. Міне Никулиннің 12 профессионалды жекпе-жегі бар бокстан. 9 жеңіс дейді, бір тең, екеуінде жеңілген. Бірақ тәжірибесі бар, бокстасып жүрген жігіт. Өйткені жекпе-жек басталған кезде Еркебұлан бірден тарс ұрады, анау құлайды. Никулин құлайды. Төреші орнынан тұрғанда төреші негізі мен ойлағам тоқтататын шығар деп. Жарайды, спортмен жекпе-жек намысмен, бірақ денсаулық керек қой мына жерде. Мен ойладым, неге төреші тоқтатпайды мына жерде? Осыған дейін бокстарды көріп жүрміз. Анандай соққыдан кейін негізі жалғастыру қиын. Бірақ Никулин енді ол намыс деген өлтіріп баратыр ғой, атып тұрды. Бокстасам деді. Бірақ көз жанарынан көрініп тұрды негізі қиын екен. Ары қарай рұқсат берді, Еркебұлан келді, тағы да соғып алды, сонымен дома құлады. Енді осыдан кейін айтып жатыр да, Никулин вообще төбелесе ала ма, бұл вообще ММА-ға қатысқан ба деген енді жанкүйерлер біле бермейді ғой, Никулин соны атақты емес, біле бермейді, әсіресе Қазақстан жанкүйерлер кім екен. Сондықтан айтып жатырмын, тәжірибесі бар, төбелескен, Өзбекстанда абыройы бар, бір реалити шоуларда жеңіске жеткен деген, реалити бір жаңағы жобаларда жеңіске жеткен көріп отырмын. Мықтыларға қарсы жекпе-жек өткізіп жеңген екен. Жалпы қара жаяу осал қарсылас емес. Еркебұлан енді бокс біраз қиындау болды. Еркебұланға сәл бокс қиындау болады деп ойладық қой. Бірақ мына жерде бастаған бетте кәдімгі жылдамдықпен раз-два кіріп кеткені енді нағыз бір әлсіз тұсы болды ғой дейміз Никулин. Сөйтіп құлады, Еркебұланның қуанышында шек жоқ. Ана жерде қалың көпшілік, оның үстіне Ташкентке келіп тұрып, местный боецті жеңіп отыр да. Үлкен бір спорт үшін мәртебе ғой негізі. Сондықтан да бүкіл енді жанкүйерлер ырза болды. Өзбекстанда да оның жаңағы қолдаушылары бар екен. Шулап кетті. Хум-арена шулап кетті. Еркебұлан. Ана жер енді мен айтамайым. Бір айтып отырмын ғой, осындай боксты негізі мен біраз көрмегем негізі. Осындай шоу, жанкүйерлердің айғайымен, әрине Олимпиада ол өз алдына, ол жерде кәсіпқой боксшылар, ол жерде мүлдем бөлек әңгіме. Әлем чемпионаты кешегі Ливерпуль, Дубай, ол бөлек әңгіме. Мынау енді жұлдыздардың бокс кеші ғой. Сондықтан да өте бір өз атына сай, лайықты, жоғары деңгейде өтті. Міне Еркебұланның жатпай тұрмай дайындалғаны көрініп тұр. Жаңа Нұрбекпен біздің чемпиондарымыз Хум-аренаны 2023 жылда шулатқанбыз, естеріңізде болса, Ташкенттегі әлем чемпионатында Махмуд, Санжар, Асланбек, Нұрбек әлем чемпионы болып 4 алтын алып келді ғой, қателеспесем. Сол кезде шулаттық, 2 жылдан кейін Еркебұлан шулатып отыр да. Сол чемпиондармен спарринг жасап, тәжірибе алып, міне өзінің қабілеті бар, өзінің жаңағы тәжірибесі бар. Сөйтіп міне тағы да 2 жылдан кейін Хум-аренаны шулатып кеттік. Тамаша. Енді бұл жерде жекпе-жек біткеннен кейінгі Еркебұлан Тоқтардың сөзі әдем болды. Құрмет, әрине, барлық бапкерлердің қолын алып жатыр. Сосын микрофонды алған кезде мынау менімен жекпе-жек жасау арқылы мені өз тарихына жазғысы келді дейді. Бірақ мен оны өз тарихыма жазып алдым. Сонда бұл біздің жақта дейді, Қазақстанда екінің бір разды бар олмайтынына күмән келдірді ма деген, мен солай түсіндім. Күмән келдірді ма? Көрдіңіздер міне жекпе-жек енді қандай деңгейде өткен. Сондықтан да айтады да енді барлықтарын қоймай қойдыңдар ғой, Еркебұлан қайдасың? Мен де соны сезініп көрейікші дейді жаңа. Гол қайдасың? Гол сен қайдасың деп кәдімгі сезінейші дейді да. Ташкентте тұрып айғайлап шақыртты да. Шахзод Узоков дейтін жігітті шақырды. Өйткені олар бойға дейін кездесіп қойған. Қазір бар ғой, соңғы рет көргенде 10 миллион просмотр болып тұрған Инстаграмда. Не деген хайп деймін да, не деген. Қаралым Инстаграмда екеуінің кездескені бар ғой. Екеуінің кездескені күшті ұйымдастырған негізі. Бір мартта деп отыр ғой, енді мартта жекпе-жекке шақырады. Мен Таиландтан келдім дейді, жаңағы гол. Еркебұлан сен үшін мен міне Ташкентке келіп тұрмын дейді. Екеуінің көз қарасып, көз түйістіріп әдем болды. Соны пародия жасап жатқандар да бар. Мен кезінде жайдарман ойнаған жігіттер бар, бажалар деген TikTokта жүргізеді.
өте қатты жақсы көремін. Әзілдері ұнайды. Солардың пародия жасаған өтіп кетті енді жерде. Эй, Нұртай! Ассаляму-алейкум. Что там? Сен үшін Таиландтан келдім мен. Да? Иә. Мен сен үшін Өзбекстанға келдім. Что там, қашан туылсыз? Любой время, любой. Мартта ма? Мартта ораза. Аяғы онда. Давай март. после ораза. Все, давай, келістік па? Брат, ауырып тұрсың ба сен? Қысылып тұрмын. Барып келшеші бар арқай. Нормально, да? Не өз-өзіңді қинап жүрсің? Қиналып тұрсаң барсайшы дей ма қасындағы. В общем 10 миллион болған. Қазір қанша болып тұр, жаза кетіңіздер. Еркебұланның несінде тұр ғой, инстаграмда неше просмотр болып тұр қазір. Мықты. Енді мартты күтеміз. Кәдімгі голдпен жаңағы шахзодпен енді Еркебұланның жекпе-жегін күтеміз. Ана жігіттің дайындығы жақсы сияқты. Енді ана жігіт бір ілгімді сияқты, ол еще Еркебұланнан кіші қателеспесем. Және оның аса бір жаңағыдай кәсіпқой деңгейде кәсіби бокста, спортта бір жетістік бар ма деп қарағам, таппадым. Бар ма жоқ па, енді өзбек ағайындар көріп отырса комментарий жаза кетіңіздер. Сөйтіп микрофонды алып айтып жатыр. Мені бойдан кейін Еркебұлан Ташкентте өте мықты күтіп жатыр, қонақжай бәрін істеп жатыр. Бұл жаңағы маған вызов тастаған 4-5 адамның ғана пікірі. Бұл бүкіл өзбек ағайын ондай емес. Біз доспыз, біз бір-бірімізге құрмет, сыйластығымыз бар. Осылай бір-бірімізбен бәсекелесу арқылы дамытайық, өсейік деп жатыр да. Міне, нағыз чемпионның, нағыз жеңімпаздың, нағыз жігіттің сөзі осы. Бұл екі жанды елдің жанкүйерлерін бір-бірімен қырылыстырып қоймау керек. Бұл спортшылардың арасындағы текетірес, жекпе-жектен кейін олар қол алысып, нормально давай-давайласып кетеді. Сондай сыйластық, бұл спорт. Сондықтан да комментарийде бір-бірін айдап салатын, сен үйттің, сен бүйттің, керек жоқ. Өзбек ағайындардың сыйластығын білеміз. Бұл жай ғана спорт. Сондықтан да жаңа мен оқып жатырмын, еще Тимур Никулин көшіп кет, хотя бір раунд шыдамайсың ба, шынымен боксерсың ба деген комментарийлерді өзбек ағайындарды жазып жатыр екен Тимурға. Тимур енді айтты, мен сіздерді подводить еттім, кешірім сұрайын деп қысқа ғана қайырды. Сондықтан да бұл Тимур мен Еркебұлан арасындағы жекпе-жек, оған өйтіп спортшыны да кез келген сәтте қолдау керек. Бір любой спортшының жолы болмайды. Любой спортшы осындай жағдайға тап болуы мүмкін. Сондықтан да керісінше Тимурды осындай сәтте қолдау керек деп ойлаймын. Ал енді Еркебұлан өзінің мықтылығын көрсетті. Еркебұлан сөз жоқ, өзінің осы жекпе-жекте мықты дайындықпен келгенін көрсетті. Және сол жерде тұрып қарсыласына да, өзге спортшыларға да, жанкүйерлерге де сол жердің өзбекстандық жанкүйерлерге құрмет көрсетіп, ризашылығын айтып кетті. Міне өте тамаша аяқталу болды. Ешқандай қырылыссыз, ешқандай жаңағыдай бір ерексіз, ешқандай түсініспеушіліксіз әдемі өтті. Тамаша. Соңында жаңағы голдпен, шахзодпен көзқарасуы жекпе-жектің әрі қарай интригасын создавать етіп кетті. Тамаша. Осылай медианы да дамыту керек. Ырза болдым. Енді қазір мен Тимурдың жағдайы қандай екенін білмеймін, бірақ ауыр соққы алды. Өте ауыр соққы алды. Шынымен кулачкада кезінде Еркебұлан айтқаны бар еді, күреске кіріп кете бермей рубить ететін бар ма деген. Шынымен де кулачкадан қолмен жұмысты өте мықты екен, ырза болдым. Өзінің тиісті гонорарын алады, өзінің жаңағы жарнамасы жасай ма, өзінің лайықты қаражатын алады, еңбек ақысын алады, тамаша. Әрі қарай осылай дами берсін дейміз. Еркебұланға тек алдағы жекпе-жектеріне сәттілік, өнеріне сәттілік. Бұл енді көпшілік енді бір қаншалықты бұл жекпе-жекті бағалағанын білмеймін, бірақ мәртебені өсірді. Қазір бокста да Өзбекстан мықты, Қазақстан мықты. Өзбекстан мен Қазақстан арасында бокста мықты жекпе-жектер өтіп тұрады. Кеше ғана Дубайда да мықты жекпе-жектер өтті, алда да өтеді. Сондықтан да осындай бір-бірімізбен бәсекелесіп, бір-бірімізді жекпе-жек өткізу арқылы өз деңгейімізді өсіреміз. Онда ол спорттық тұрғыдан өте тамаша. Сондықтан да келесі алдағы жекпе-жектерде өзбекстандық боксшыларға да сәттілік. Айтпақшы алда әлем чемпионаты бар. Әлем чемпионатында Өзбекстан құрамасына жанкүйерміз, қолдаймыз, жеңіске тілектеспіз, тілеулеспіз. Енді мына жерде ұйымдастыру жағына келсек, ұйымдастыру жақсы болды негізі. Зия Алиев деген кісіні байқап қалдым ұйымдастыруда, жақсы ұйымдастырған. Бірақ Қазақстанда мен мотиватормен Мұхит ағамыздың жекпе-жегін күткем. Сол кісілердің ұйымдастыруымен болады деген ақпарат естігем, бірақ ол болмай қалды. Оның алдында Данияр Елеусіновтің осындай бокс кешінде өнер көрсетеді дегенде ақпарат болған, бірақ Данияр Елеусінов соңында шықпай қалды. Осындай бір нюанстар болғанын мен білем. Ал енді Өзбекстанда жап-жақсы ұйымдастырған екен. Әдемі, жақсы.
бұл жерде былай ғана айтуға болады. Мужик сказал, мужик сделал дейді ғой. Міне Еркебұлан айтты, көрсетті, айтты, дәлелдеді және істеді. Нәтиже бар. Сондықтан да Еркебұлан Тоқтарды құттықтаймыз. Сосын тағы да айта кетедім, мен өзбекстандық жанкүйерлерді көреді ғой бұл видеоны. Өзбекстандық боецтер Еркебұлан емес, Еркебұлан Тоқтар деп әдемі айтсақ, дұрыс айтсақ, ол да бір приятный негізі. Біреу Тақтар деп жатыр алдында, кеше Еркебұлан деп жатыр. Еркебұлан Тоқтар айту қиын емес, бұл бір өтініш. Соны бір дұрыстап айтса әдемі болар еді негізі. Бұл менің тарапымнан, енді ол Еркебұланға қалай әсер етеді мен білмеймін. Мен жанкүйер ретінде айтып жатқан пікірім. Жалпы енді мен күткеннен де жоғары деңгейде өтті. Егер сіздерге ұнаса, комментарий жазып өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер, айта кетіңіздер. Келесі жекпе-жектер қалай болады? Мүмкін мен айтпай кеткен нәрселер бар ма? Немесе алда бір тағы да инсайттар бар ма? Оны бөлісе кетіңіздер. Сонымен жекпе-жек туралы менің ойым осы. Қазақстан спорты, Өзбекстан спорты жасай берсін. Осындай жұлдыздардың арасындағы жекпе-жек тамашалап, керемет шоу көрсете берсін. Әр спортшы көздеген мақсатына жетсін. Қазақ спортшы болсын, өзбек спортшы болсын. Ең бастысы достығымыз нығая берсін. Сол ең бастысы сол. Бұл жай ғана спорт. Бұл жай ғана екі спортшының арасындағы бәсеке. Ал жанкүйерлер одан үлкен бір ауқымды бір әңгіме қозғаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да қазақстандық жанкүйерлер Еркебұланға алдағы уақытта да жоғары деңгейде қолдау білдірейік. Келесі кездескенше достар, үлкен рахмет. Өзбек ағайындарға үлкен рахмет. Алдағы әлем чемпионатына сәттілік. Ерспорт YouTube арнасына тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Өзбекстандық жанкүйерлер болса тіркеліп кетіңіздер. Ертең әлем чемпионатында Өзбекстан құрамасының ойынына қазақстандық жанкүйерлердің пікірін осы арнадан біле аласыздар. Ассалаумағалейкум. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше жеңісті күндеріміз көп болсын. Бұл Ерспорт, ерсің ерікпен.